Саламатсыз ба көрермен? Тізеңіз ауырып, ем таба алмай жүрсіз бе? Ендеше осы видеоны мұқият тыңдаңыз. Алдымен пайдалы видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыз. Тізенің ауырсынуы ұрып алған жағдайда пайда болады. Егер еш себепсіз ауырса, онда себебін анықтаңыз. Терапевт дәрігердің қабылдауына жазылыңыз. Ол сараптамаға қарап, қай дәрігерге бару керектігін ескертеді. Егер тізеңіз буынның суықтауынан ауырып жүрген болса, халық әдісімен дертіңізге дауа тапсаңыз болады. Егер дер кезінде емдемесеңіз, ауру созылмалы болып, тіпті асқынуларды тудыруы мүмкін. Сондықтан уақыт созбай мына әдіспен тізеңізді емдеп көріңіз. Бұл әдіс тізе буындарының бұрынғы қозғалғыштығын қалпына келтіруге көмектеседі. Бір дана балғын қиярды блендермен езіп тізеңізге жағыңыз. Сыртынан пленка қойып, жылы орайсыз. Емді түнде жатар кезде жүргізу керек. Таңертең тізеңізді жылы сумен жуып, құрғатып сүртесіз. Бір ас қасық бал мен бір ас қасық тұзды араластырасыз. Қоспаны ауырған тізеңізге жағып, сыртынан жылы ораңыз. Компресс аяқта 6 сағат тұру керек. Бұл ем аяқтың қан айналымын реттеп, буынның саулығын жақсартады. Оған қоса тізенің қабынуын емдейді. 2 ас қасық суды желатинге құйып араластырыңыз. Бірнеше сағат тұндырылған қоймалжыңды тізеге сіңдіріп жағып, сыртынан жылы орайсыз. Бұл қоспа аяқтағы суықталады. Балғын 40 қабаттың сөлі де тізенің ауырғанына ем болады. Ол үшін көкөністің сөлін алып, тізеңізге жағасыз. Сыртынан жылы орап, 2 сағатқа қалдырыңыз. Жарты келі каланхоя шөбін шыны ыдысқа салыңыз. Үстіне 1 литр арақ құйып, қақпағын мықтап жабу керек. Шамамен 1 аптадан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, ауырған тізеңізге жағыңыз. Езілген сарымсақты күнбағыс майымен араластырып, тұндырып қоясыз. 25-30 минуттан соң майды ауырған тізеңізге жағып, жылы орап жатасыз. Жарты литр балға 2 дана лимон мен балды көкті араластырасыз. Дайын болған қоспаны 1 шай қасықтан ішіңіз. Емді күніне 3 рет қабылдау қажет. Таңқурайдың жапырағын стақанға салыңыз. Үстіне ыстық су құйып демдейсіз. 5-10 минуттан соң тұнбаны шай ретінде ішіңіз. Үй жағдайында дайындалатын маз. 1:2 көлемде шайқурай, зверобой мен мыңжапырақ, тысячелистник шөбін араластырасыз. Емдік шөпті жақсылап ұнтақтап, базилиймен араластырыңыз. Дайын болған қоймалжыңды тізеңізге жақсылап жағып, ұйқыға жатасыз. Емді түнде жатар кезде жасаған жөн. Емделу мерзімі 2 апта. 250 мл зәйтүн майын езілген ара желіміне құйып, жақсылап араластырасыз. Дайын болған мазды күнде тізеңізге жағып, ем жүргізесіз. 1 дана пиязды текшелеп турап, қызып тұрған майға саласыз. Сарғайып, қуырылған пиязға балауыз қосыңыз. Қуырманы сүзіп алыңыз. Қалған майды ауырған тізеңізге жағасыз. 100 грамм балға 1 шай қасықтан ас сода, тұз және қыша қосып, жақсылап араластырыңыз. Дайын болған мазды ауырған тізеңізге жағып жатасыз. Емді күніне 2 рет жүргізу керек. Бүгінгі видеом осындай. Видео пайдалы болса лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Шипа болсын. Келесі видеоға дейін сау болыңыз.